Менің есімім Оңалбаева Айгүл. Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Ақсу ауылының тумасымын. Қазіргі таңда 4 балам бар. Өзім 2005 жылы осы 6 октябрьде жол апатына түстім. Содан қазіргі таңда бір аяғым протез. Ұятта болса шешіп көрсетейін. Қазіргі таңда бір аяғым протез. Осы 4 баламен отырмын. Содан наркоздың әсеріме 2007-де ұлымды босандым. Қазір ерекше бала, 16 жыл болды, қазір жүрмейміз, сөйлемейміз. Бар осы отырған памперс, бұтымызға сиіп тұшамыз. Тамақты қолдан береміз. Қазір 16 жылдан бері ешқандай жұмыс жасамаймын. Осы 4 баламен үйде отырған жайым бар. Алладан үмітімді үзбеймін. Сенем бұл баламның әйтеуір аяққа тұрып кететініне. Қазір шүкір Аллаға, бұрын общем қимылдамай қозғалмайтын бала тұғын. Қазіргі таңда әйтеуір өзі көтерме жорғалап, терезеге шамалы тұрып тұрады. Бар қол қанатым, барымда нарымда әйтеуір осы қыздарым ғой. Өзім ауырып қалған жағдайда да үлкен қызым кейгінде сабаққа бармай қалатын кездері болады. Аяғымнан жүре алмай қалатын кезімде болады. Аяқтарым үсіп кетіп. Қоя ғой, отыр, сен қайқа кеттің балам. Тұра ғой. Түсінбейді адам айтқан. Адамна лестницадан қиын, жаңағыда қызымыз екеуміз көтермесек, мен бір аяғымен өзім көтер алмайым. Алаға шығаруым да қиын, коляскеге отырғызу. Аға менен 2 жас үлкен, 2007 жылғы. Оның пұты толса да, үлкендер ет кіші дәретінде, мама екеуміз ауыстырамыз. Су өзі іше алмайды, тамақты да іше алмайды. Тілі кетіп қалады кейде. Артынан ерге қандастары, інілері бар. Осыларға қамқор болса деймін. Өзіме де қамқор болса екен деймін. Bir жағында сүйіп, демеп жүретін, әйтеуір үлкенім ғой. Көп той томалақтардан қалады, көп жерге бара алмайды. Өздері акимат жаңағыдай неге жаңа жыл нелерге шақырады, сондай кезде таксимен алып барам, коляскамен. Қызымызды екеуміз алып барам, жаңағыдай көтеріп, өздері көмектеседі. Барлығымыз үйге жуынамыз, сөздің шыны керек. Ана үлкен легеніміз бар. Ана баланы да соған жуындырамыз, қызымыз екеуміз. Мыналарды да үйге жуындырам. Баняға апара алмаймын балдарымды өзім. Бір мәрте барып құлап қалғаным бар, күйдіріп ала жаздап, кішкентай қызымды. Содан кейін баняға апармаймын балдарды, үйге жуындырам. Қызымнан ұялам. Қызым да өсіп келе жатыр, биыл 9-шы сынып. Үлкен бала. Памперсін ауыстыру керек болады. Ұятты жері бар. Қызым айтам, мен келгенше ауыстырмай-ақ қой деп. Кей кездер үлкен дәретке шығып қояды. Үлкен дәреттен шыққан кезде ағып кетеді мысалға. Бірыңғай памперс дейміз, 16 жасар бала. Қазір 2 сағаттың ішінде толады памперс. Барлығымыз бір бөлмеде жатамыз. Түнде де ыңғайсызданам жатқан кезде. Соңғы кезде білмеймін, әйтеуір памперсі неғыла ма жаңағыдай, ыстықтайды ма жоқ, әлде памперс көтеріне сідік болғасын неғыла ма, памперсі шешіп тастайды. Сол кездері ыңғайсызданам, ұядай бір бөлмеде бәріміз жатқанға. Еш нәрсені түсінбейміз, еш нәрсені сезбейміз. Жүріп кетсін деп тілеймін. Ағам сауығып кетсе, сол менің арманым. Одан басқа